Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Менің есімім Жанболат болады. Жанболат дизайнер деп TikToktан, Instagramнан, YouTube'дан іздесеңіздер мені табасыздар. Ал енді осы тилдадан сайт жасау үшін ең алғашқы біз не істейміз? Регистрация жасау керек. Ол үшін регистрация бөліміне кіреміз. Өзіміздің атымызды жазамыз. Жанболат дизайнер деп қойын. Почта. Сайт жасау деп арнайы почта ашып едім. Mail.ru-дан сіздерге әдейі үйретейін деп. Пароль сол. Регистрация дейміз. Поставьте галочку, сохранить деген басамыз. Я не робот деген басамыз. И осылай біздің сайтымыздың алғашқы бет ашты. Менің, и осы жерде название менің сайттарым деп сохранить етіп қойсаңыздар болады. Мінекей, енді шықты. Осы жерде енді қалай сайт жасаймыз? Осы жерде создать новую страницу деген бар. Көріңіздер, осы жерлерде әртүрлі шаблондар бар. Сол шаблондарды алып, картиналарын алып, тексттерін өзгертіп, өзімізге ыңғайлы қылып қоюға болады. Ешқандай андай программический білім керек жоқ, IT маман болу керек де жоқ. Бай жылдам үйреніп алуға болады. Өстіп осыларды таңдап, өзімізге керегін таңдаймыз. Выбрать дейміз, создать страницу деген сияқты. Осылай істей беруге болады. Осындай сайттарды жасап үйрене алуға болады. Енді уже шаблондарды көріп таныстық. Бұл жерде әртүрлі магазиндерге арналған сайттар жасауға болады. События дейді, жаңалықтар сияқты, блог, контакты деген сияқты сайттар бар. Zero-блог деген бар. Көбісі негізі Zero-блогпен жұмыс жасаймыз. Бұйырса. Енді пустая страница деген басамыз. Выбрать дейміз. Осымен жасаймыз негізі. И все блоки дейді. Осы жерде қазір шығып, міне әртүрлі обложка деген сайттар шығады. Осы жерде мінекей изображение. Бұларда нелер ғой? Шаблондар. Соларды алып қолдануға болады. Мынау жабық. Яғни жаңадан ашылған почталарға жаңадан осындай бірінші рет регистрация жасап кірген кісілерге 2 аптадай платный версиясын 2 апта бесплатно қолдануға бізге мүмкіндік береді. Енді біздің жаңадан кіріп сайт жасайын деп жатырмыз ғой. Бізге яғни тарифіміз енді платныйды қолдана алмаймыз, закрыты болады. Бірақ бізге жаңадан кіріп жатқан екен, жаңадан ашылып жатқан екен, бізге 2 аптаға қолдануға тариф береді. Ол үшін жерде қалаған жерде басамыз. Активировать пробный период деген басамыз. Активируйте план тилді персонал на 2 недели бесплатно деп қойған екен, 2 аптаға тегін береді. И кейін 2 аптадан кейін ақша ұстап қалмайды, бірақ сол кейін платныйларын қолдансаңыз болады. Активировать деген басамыз. И продолжить деген басамыз. Міне біздің тариф 20-сына дейін уже мүмкіндік беріп жатыр екен. Сіздерге тапсырма осы бірінші сабақтың, осы тапсырма үстіп регистрация жасап, домен өзіңіздің 2 апталық тегін қылып тарифті қосып алыңыздар. И сосын осы менің видеоның астына менің өзім Instagram'ды белгілеп кетем. Сол жерге міне мен бірінші сабақ жасадым. Жанболат мырза, сізге алғысын білдірем деп айтсаңыз, жазсаңыздар қуанып қалар едім. Осымен бірінші сабақ бітті. Сіздерге нагрузка болып кетпесін деп осылай аз-аздан жасағанымыз дұрыс болады. Өйткені
жарты сағат, 1 сағаттық видеолар кейбір адамдарға нагрузка болады. Менікі емес, сайт мен жасай алмаймын деп тастап кетуі мүмкін. Сол үшін бүгін бірінші сабақ осымен тоқтаймыз. Бұның өзі ізденіп бірдеңе сайт жасайын деп әрекет етіп жатқаныңыз өзі бір жақсы нәрсе негізі. Ал келесі сабақта сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.